айтуынша, IT лицейінің 5-ші А сынып оқушысы Жұмаділова Қайсар. Менің жұмыс жетекшім Ерубай Ұлан Ержанұлы. Менің жобамның тақырыбы ауадағы адам өміріне қауіпті улы газдарды экофильтр құрылғысы арқылы залалсыздандыру. Ендеше мен сіздерді жобамен таныстырайын. Менің жобамның мақсаты көліктерден, зауыттардан шығатын улы газдарды экофильтр құрылғысы арқылы залалсыздандыру. Олардың бірі көміртегі моноксиді, Су2, NO2 және де басқа улы газдар. Қазақстандағы ең көп ауадағы проблемалары бар қалалар олар байқауына Семей, себебі ол жақтарда өте қатты жарылыстың болады. Ендеше біз видеоға назар аударайық. Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран тасығыштар мен ғарыш кемелерінің тоқтаусыз ұшырылып жатқанына 60 жылдан асты. Оның экологиялық зардабының радиусы бірнеше облысқа тараумен келеді. Аралдың тартылып кетуіне де ұшқан ракеталардың зияны тиген. Ал осы күні Байқоңырдың экологиялық зардабы әбден шегіне жетті. Жер суымыз толық бүлінді. Жан-жануар қырылып, даламыз шөппен ағаш шықпайтын қуаңға айналды. Адамдар шетінен қатерлі ісік дертіне ұшырап, жас сәбилер ақыл есі кем болып туылуда. Ракеталардан бөлінген өте қауіпті гептил қалдықтары жер мен ауаны улап жатса, аспандағы озон қабатының талқандалуынан көтерілген құйын мен дауыл климатты түбегейлі бұзып тынды. Байқоңырдың бүгінгі ахуалы кеңес заманындағы Семей проблемасынан кем емес. Ендеше экофильтр құрылғыларымен таныстырайық. Шамдар, ішкі кіріс вентиляторы, шығыс вентиляторы, газ датчигі, өрт датчигі және де реле, Arduino Uno, насос. Ендеше мен экофильтр құрылғысы қалай жұмыс істейтінін айтайын. Газ датчигі газды қабылдайды да олар оны кіріс вентиляторына жібереді. Және де кіріс вентиляторы оны шығыс вентиляторына жіберіп, шығыс вентиляторы газды кәдімгі ауаға айналдырады. Бұл құрылғы дәл осы құрылысында екі көп ауаны тазартады. Егер біз құрылғыны 160 есе үлкейтсек, Байқоңыр немесе Семей қалаларына осы құрылғының 6 немесе 4 данасын қойсақ, Байқоңырдағы 30 мыңға жуық адамға таза ауамен демалуға. Қорытындыға келген менің жобамның ұтыстық тұстары. Біріншіден, көліктерде, зауыттардан бөлініп жатқан газдарды залалсыздандыру. Екіншіден, егер осы құрылғыны Байқоңыр немесе Семей қалаларына орнатсақ, мыңдаған адамдар таза ауамен демала алады. Үшіншіден, бұл құрылғыны экологиямен проблемасы бар қалаларға орнатсақ, ауадағы проблемалар ешқашан болмайды.